Сәлем достар, сіздермен бүгін қызанақтың пайдасы жайлы және зияны жайлы айтып өтемін. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақты гастритті емдеуге, жүрек, қан тамыр ауруларына, асқазан ішек жолдары, іштің қатуы, қанты диабетке, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл және сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині, В, Р тобының витаминдері бар. Қызанақты тұздап сүрлемелеуге де болады. Қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар пайдалы химиялық элемент тапқан екен. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге өте бай. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз, гастрит, жүрек қан тамыр аурулары мен қан айналым жұмысын жақсартады. Асқазан ішек жолдары іштің қатуы кезінде аса пайдалы. Өтті тазартады. Несеп айдағыш, ісік ауруларынан қорғайды. Зәрдің шығуын тездетеді. Қанты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақ иммунитетті көтереді. Ара шаққанда, дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара уын денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Ал енді сіздерге қызанақтың қандай зияны бар жайлы айтамын. Дәрігердің айтуынша, күніне 3 қызанақтан артық жеуге болмайды. Себебі оның құрамында нитрат көп. Қызанақ өте танымал көкөніс. Олардың құрамында магний, кальций, йод, калий, фтор және С дәрумені бар. Дегенмен кейбір аурулары бар адамдар қызанақты жеуден сақ болғаны жөн. Қызанақты өткір кезеңдегі асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар абайлап жегені дұрыс. Өйткені бұл өнімнің құрамындағы қышқылдар шырышты қабатқа теріс әсер етуі мүмкін. Қызанақ жегеннен кейін асқазан жарасы, гастрит, панкреатиті бар адамдар ыңғайсыздықты, ауырсынуды сезеді. Сондай-ақ нитраттар қызанақта көп жиналуы мүмкін. Оны жемістің сыртқы түріне қарай анықтауға болады. Әрқашан қызанақтың кесілген жерін қарауыңыз керек. Үлкен тамырлары көп болса, әсіресе сары тамырлары болса, онда қызанақ нитраттар мен қоректенгені анықталады. Әдетте мұндай тамырлар томаттың төменгі жағында айқын көрінеді. Осыған назар аударыңыз. Адам ағзасындағы нитраттар қауіпті нитриттерге айналады. Олар тыныс алуды бұзады. Гемоглобинді, оттегін тасымалдай алмайтын белсенді емес. Нәтижесінде гипоксия дамиды. Жүрек тамыр жүйесі аурулары бар адамдар үшін бұл өте қауіпті. Ал бұл жерде барлығы адам денсаулығына байланысты. Орташа норма күніне 3 қызанақ. Дені сау жас жігіт үшін 3 қызанақты да бір уақытта жей алады. Ештеңе болмайды. Ал егер асқазан ішек жолдарының проблемалары болса, біреуден артық жемеген дұрыс. Өйткені ол асқазанда қолайсыздықты тудыруы мүмкін. Достар, күнделікті қолданатын қызанақтың
осындай пайдасы мен тағы да зияны бар. Денсаулықтарыңызға мән беріңіздер, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.